Қымбатты оқушылар, мынау мақалға назар аударайықшы. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Яғни ұя деп отырғанымыз отбасың. Отбасындағы тәрбиенің орны бөлек. Отбасы барша адамзатқа ең жақын, ең қасиетті ұғым. Адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап отбасының тәрбиесін алады. Ендеше балалар, ұядан діни тәрбие алып шыққан Бауыржан Момышұлы өзінің «Ұшқан ұя» повесін жазған болатын. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» повесі. Оқу мақсатына назар аударамыз. Бауыржан Момышұлының өмірбаянына қысқаша тоқталайық. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Мұңбұлақ ауылында дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, Ұлы Отан соғысының даңқты жауынгері, әскери қолбасшы. 1990 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысы бойынша Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бауыржан Момышұлының балалық шағын баяндаған, өскен, тәрбие алған ортасын суреттеген өмірбаяндық шығармасы «Ұшқан ұя» мемуарлық романы оның жазушылық шеберлігін танытқан алғашқы шығармасы. «Ұшқан ұя» романындағы уақыт кезеңі Кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары. Шығармаға автордың балалық шағы арқау болған, өзінің ес біле бастаған кезінен мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмірі әңгімеленетін романда күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдікпен суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдауы, сезім түйсігі арқылы өтеді. Қалың халық ортасында, қарапайым отбасында туып өскен, жастай шешеден айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да жазушы өз отбасын әр қырынан танытуда көркем шеберлік танытқан. «Ұшқан ұядағы» жылы сезімді образ Бауыржанның әжесі қыз тумастың бейнесі. Айнала ортаның, аш өмірдің, қатал тағдырдың азабының бәрін бастан кешіп төтеп бере білген саялы қыз тумас әже қазақ халық даналығын, салт дәстүрлерін бойында сақтаған, достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпақтарына, әсіресе сүйікті немересінің жүрегіне бала кезінен бастап еге білген ел анасы. Одан басқа Бауыржанның әкесі Момыш, немере ағасы Момынқұл, әпкелері Үбиян, Әлимандар да өзіндік бейнелерімен айрықша дараланады. Бұл шығарманы тек ғұмырбаяндық роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы деп атауға да толық негіз бар. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өміріндегі үлкен бетбұрыстың басталуын, атап айтқанда егіншілікке, отырықшылыққа бірте-бірте көшуді суреттейді. Жазушы нақты материал арқылы қарапайым еңбек адамдарының қарым-қатынастарында туған түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетеді. Жалпы көрген, куә болған, есте қалған оқиғалар арқылы сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу автордың шығарманы жазудағы басты міндеті болғандығын аңғару қиын емес. Повестің мазмұнына қысқаша тоқталып өтті. Ендеше ұядан діни тәрбие алған Бауыржан Момышұлы. Мен де қазақпын жаралған сүйгеттен, менде ар бар, менде ой бар жан тебіренткен. Халқымның қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. Деген жауынгер жазушының өмір жолы үлгі мен іс-әрекетті тағылымға толы.
Арма кітап сүйер қауым. Бүгін Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесіне шолу жасаймыз. Бұл 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болған шығарма. 50 жылда ел жаңарса да еш ескірмейтін құндылыққа толы кітап. Батыр Баукең біздің кейде өткенді еске алсақ болды, тұтас тұлға іздеп, бүтін бір жүйелі оқиға іздеп, кесек-кесек кереметтерді іздеуге ерекше мән бере қарайтынымыз бар. Дәл осы өлшем балғын кезге келе бермейді. Өйткені бала жүрегі, бала көңілі, бала ойы, алғашқы көргенің, алғашқы сезгенің, алғашқы тұшынғаның қаз қалпында, тұнық күйінде болмысына үйтіп алады да, сол қалпында сақтай біледі дейді. Сол себепті автор «Ұшқан ұяны» жазғанда сәби кездегі қызық пен қуаныштың елестерін, балалық шақтың әсерін айна қатесіз беруді көксейді. Есіңізде болса, Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» романы бұлай басталушы еді ғой. Сен қайда келдің дегенде бір данышпан, мен балалықтың елінен келдім деген екен. Ересектерде сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірімін деп. Момышұлының тұлғалық қалыптасуына, ержүрек болып ер жетуіне сол балалық ел әсер еткен. Ол көкейден кетпейтін, күні кеше болғандай әсер қалдыратын тәтті сәттерді тізіп шығады. Онда мен кішкентай сәби едім. Адамдардың бәрі айналайыннан басқа сөзі жоқ, кілең мейірімді жандар болып көрінетін деп сағынышпен еске алатыны бар. Бауыржан Момышұлы да Момынқұл көкесінің алдында тік тұратын болған. Шығармада сол Момынқұл көкесі ашу үстінде қыз тумаз әжесіне «Қойшы апа» деп дауыс көтерген үшін жазаға ілігеді. Сол түні қорада түнейді. Ертесіне әкесі жақсылап сөгіп салып басқа бір ауылға бір аптаға аттандырып жібереді. Үлкенге киімек тұрмақ, алдынан кесе көлденең өтпейтін ұлттық тәрбиені автор әдемі осылай иіріп береді. Оқиғаны былай түйіндейді. Сол екі ортада әжем енді Момынқұлын сағына бастады. «Әй, әлгі тентек неме қашан келеді?» деп қайта-қайта сұрай бергені ғой жарықтық дейді. Сол Момынқұл көкесі бірде шу асаудың арының басып бас білдіреді. Бірақ додаға түсіп тентектігін тыймай қойғанда Серкебай дейтін бұзық нағашысының тәрбиесіне салып жіптіктей ететін жері өз алдына жеке хикая. Мәселен, Байзақ Татқаның баласы Қабылбек пен Текебай би болыстыққа бола араздасып қалады. Жауластыққа ұласа жаздаған жанжал аталы сөзге тоқтап, екі тараптың бір-бірінен кешірім сұрауымен тәмамдалады. Сол оқиғаны баяндай келе автор, әлбетте ағайын арасы аз күн арасы құрассыз болғанмен мансап, дәреже, атаққа таласу, айқайшу, дырду тоқтамаған. Аз күн жарық дүниеде атақ үшін, билік үшін алысып, жұлысып, ғұмырын өткізген қу заман екі жақты ит шығыспен алма кезек арандатып қойған. Дүниеден Текебай биде, Қабылбек болыста өтті. Ал олардың аттан даулы аламан тасыр өміріндегі бір парасатты сәт, әлгі сол екеуі де аттан түсіп, бір-бірінен кешірім сұраған кез екен деп байламын айтады. Бауыржан 3 жасқа келгенде анасы Рәзия қайтыс болады да, әжесі қыз тумастың қолында өседі. Әлемнің пайда болуы, тіршілік, өмір туралы алғашқы пайымдары, аңыз әңгіме біткенде әжесінен естігенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді де әжесінен үйренгенін мақтан етеді. Қазір нақылға айналып кеткен, ертексіз өскен бала, рухани мүгедек бала, немесе бесікте жатқанда құлағына анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең боп қалмаса деп қорқамын дейтін сөздер сол қыз тумас әжесінің даналығына тәнті болғаннан туған. Ал Момыш әкесі жайлы жалғыз атты болса да кісіден кіріптар болғанды қорлық санап, аз күн жарық дүниеде азаттық аңсап, қатықсыз қара су ішсе де бай манапқа алақаның жаймаған деп жазады. Ол өз бетімен сауат ашқан, сол кездегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы, әрі етікші, зергерлігімен аты шыққан. Момыш жалпы бұл шығарма халқымыздың 20 ғасырдың басындағы этнографиялық энциклопедиясы іспетті аса құнды қазақ руханиятының қазынасы деп текке әспеттелмесе керек. Сондықтан да «Ұшқан ұя» кітабы әр қазақтың төрінде тұру керек. Кітап оқыңыз.
Бейнероликтен «Ұшқан ұя» повесінде қамтитын уақыт кезеңін және оқиға желісін толық түсінді деп ойлаймын. Ендеше сұрақтарға жауап беріңдер. Сонымен қатар оқиға желісін ашатын сөздің көркі мақал демекші, төмендегі мақалдардың мазмұнын ашып, мағынасын түсіндірейік. Қымбатты оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, өз елінің бағасын білген адам ғана басқа елді қадірлей алады деген сөздерін өмірінің қағидасы еткен жауынгер жазушы әлемімен және «Ұшқан ұя» повесінің мазмұнымен таныстық. Әжесінен тәрбие алған Бауыржан Момышұлы біріншіден бесік жырын айтатын келіндер азайып бара жатқанынан қорқамын. Екіншіден немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара жатқанынан қорқамын. Үшіншіден дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын деген екен. Ендеше балалар, өсиетті ұлағатты сөздерді жадымызда, жүрегімізде ұстап, отанымыздан, отбасымыздан, қоғамнан тәрбие алып, өсуге шақырамын. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланысқа жаза қойыңдар. Назарларыңа рахмет, сау болып тұрыңдар.